Бұл эксклюзив. Білесің, уже не айтасың, жігіттер, ё-моё. Өзіңдерге енді айтсаңшы. Миллион тақым келе ма Америкаға? Күнде 90 мың табасың. Алыстым дегенге кетіп қалады. Вообще өзі прикольно. Қызық. Мен ондай биомусор болғым келмейді. Yok, мынаның бәрін естіп отырмын да. Біз уже таргет вообще жасамаймыз. Осында совпадение ма? Жоқ, вообще жоқ. Ол екеуі андай бауыр емес, бүйтіп өсіп кете салатын ше. Справедливо. Там квант, неше деген не пайда болады. Ол Шымкенттен, там Тараздан, бұл туысқандар мәселесі. Блин, керек болса, керек емес. Супер прям. Ана өткенде опытный кісілер деймін да. Өткенде Байділдамен түсіргенде, мына студия отырып қанша рет түсіріп тастадық деп отыр. Айекең келіп, біздің видеографты алдына мен естіген деп ше. Уже танима бәрі бір-бірін. Все, онда бастайық. Рахмет біріншіден Айеке, келгеніңізге, уақыт бөлгеніңізге. Сіздерге рахмет. Ең бірінші, енді біз қазір адамдар шақырған кезде несіне қарап отқан жоқпыз да, аудиториясына, там ойна адамнан қазір мынанша бізге аудитория келеді деген сияқты. Біз өзімізге қызық адамдар шақыруға тырысып жатырмық. И сіз де сол IT саласында жүргеннен кейін, біз де IT саласында жүрік, сол үшін сізбен бір IT бойынша сөйлесу қызық болды өзімізге. Тем более қазақ тіліндегі IT компания құрып жатқаннан кейін бұл бізге өте қызық. Сол үшін өзіңіз туралы қысқаша бір айтып өтсеңіз, біз білгенмен білмейтін адамдар көріп отқан болуы мүмкін. Сол кісілер сіз туралы түсіну үшін, тану үшін. Айбек Қуатбай кім деген сұрақ. Менің есімім Айбек Қуатбай. Қазір жасым 30-да. Өзім туған жерім Түркістан облысы Төле би ауданы. Қазақ ұлттық университеті мехмат факультетін бітірдім. Соңғы 10 жылда кәсіптемін. Ешқашан белгілі бір адамның қолында жұмыс істеп көрмеппін. Ешқашан. 10 жыл бойы қаншама қиындық, қызықтан өтіп, осындай кәсіп жолында келе жатырмын. Өзімді бақытты, гармонияда жүрген адам ретінде сезінемін. Күшті. Женат? Үйленгем 2 ұлым бар. Керемет. Машалла. Қазір қандай проекттер сізде де? Енді 2018-ден бастап мен тек білім саласында, технологиялар саласында айналсам. Оған дейін әртүрлі бизнестер болған. Қазіргі таңда бізде мама деген жобамыз бар. 2 қабат әйелдерге, мамаға, баласы бар әйелдерге. Содан кейін Ордаген деген бар. Ол уже дошкольный, жаңа мектепке дейінгі балаларға арналған. Одан кейін 3-ші Дарын онлайн деген мектеп кезіне. Сосын мектеп бітіргеннен кейін эду-центр. Яғни біздің мақсатымыз LTV-ді өмір бойына созу бір адамның. Адам туылғаннан бастап өмірін соңына дейін бізбен бірге болу керек. Білім саласында, білім бойынша да. Енді осы жолда негізі алдағы уақытта бізде финтех, банк, сосын барып агротех проекттер пайда болатынын сіздерге айтсам болады. Бұл эксклюзив. Бұрын бұндай туралы айтпадық. Керемет. Және де біз мектеп аштық. Ол туралы естіген шығарсыздар. Сіздердің жобаларыңызға ұқсайды. Тоже грек мифологиясын біздің партнерымыз Дәурен ағамыз қатты жақсы көреді. Яғни білім нұрын жағушы, отты алып жүруші деп атын солай қойдық. Керемет. Прометеус и бізде Прометей деп. Біз андай уже корректировать еттік та өзіміздің ментальный қылып ше, Прометей деп. Сіздерге Прометеус қылып, уже білім болған екен, бұл жақта даже грамма четко болу керек. Солай қойдық. Қазір енді болашақта университет ашатын негізі ойымыз бар, жоспарымыз. Және садиктер жақында бір 2-3 айда бұйыртса жақсы жаңалық естейсіздер. Біз осы Алматы, жалпы нарықта жүрген садиктердің белгілі бір үлестерін сатып алып, соны ребрендинг жасаймыз. Сонда егер де былай, бұның барлығы бүгін холдингқа кіреді? Бұның бәрі бүгін холдингқа кіреді. Негізі оңай болу үшін, бәріміз Google-ды білеміз ғой. Google-ды басқаратын компания бірақ Alphabet. Alphabet бұл бүгін холдингті. Атақтылары Дарын, Ордаген өздерінің аттары бар. Группа компания. Сол неден қарадық қой, сол структурадан қарадық. Түсінікті. И бұл жерде сіздер бүгін холдинг дегенді қысқаша айтқанда, бұл холдинг компания образованием айналысатын да? Образовательный технология. Образование. Эдтех болады. Прям уже садиктен бастап, уже университет. Мама 2 қабат әйелдер. 2 қабат. Мәссаған. Сонда 2 қабат әйелдер ол қалай, там неге барып па? Фитнеске барып или қалай өзі? Клиентті біз -2-ден деген қазір бізде арамызда прикол бар. -2 жастан бастап аламыз клиентті да. Мысалы сіздер клиент таргетке жібересіз, ол көреді келеді ғой. А бізде клиент туылғаннан бастап біздің экосистемаға кіреді де. Біз уже таргет вообще жасамаймыз да. Полностью сіздерге подытожим. Да. А мама деген қалай, оның ішінде баланы қай кезде қандай тамақ беру керек, жүктілік қалай родыға дайындалу керек и так далее. Балаға қандай тамақ беру керек, қандай музыка тыңдатпау керек, соған дейін. А Ордаген деген ол уже садик. Садиктің кезі. Ертегілер, мультфильмдар, ойындар, развивашки, моторика дегендер. Одан кейін Дарын ол уже K-12 дейді, оны әлемде
мектеп білімі. Одан кейін эдуцентр ол уже специализация, колледж, мысалы маркетолог болу керек, анау мынау сондай. бәрін үйретеді. Осының Мамандық беретін жер ғой уже. Және ол гет курстың аналогы ғой. Қазақстанда біз қазір 470 гет курсты сырып жатырмыз, қазір 30% бізбіз, 70% олар. Біздің цель келесі жылы 50-50 болу, 2025-те жеңу. Гет курс Қазақстанда именно гет Қазақстанда. Вау, сонда именно қай сфераны алып тұр ол бізде? Получается, платформа для инфобизнесменов. Платформа ғой, ол Эдуцентр. видеоуроктерді салып қоятын. Видеоуроктерді салып қоятын платформа. LMS Гет курс. система ғой. Аха, сіз сондай платформа тоже қосып. Эдуцентрде иә, Эдуцентр. уже соңғы 2 жыл жұмыс жасайды, 470 клиенті бар. Ең атақты клиенттер Динара Сатжан, Нұрлан Байділда, Айдын Нұры, Мұхамеджан Тазабек. Маркетплейс для курсов деп айтсақ болады. Иә. Маркетплейс, курстың маркетплейстері. Енді біз оны бір 1000-2000 инфобизнесменге жеткізгенде бәріне ұсыныс жасап, бір не қыламыз ғой, маркетплейс қыламыз. Сонда сіз курсқа кіріп маркетинг десеңіз неше түрлі авторлар Адамдар уже таңдай алатын болды. соған келетінбіз біз. Осы идеяны көп адам айтып жүр, соңғы 2 жылдан бері істеп жүргенде, естіп жүрмін да, шынымды айтсам. Бірақ Ну, по-моему, біз ең жақыны біз. ең жақын сіздер ғана. Реализацияға, иә. Иә, сіз уже қанша айттыңыз? Действующий бар. 470. Иә. Эксперттер бар, иә. Эксперт, 470. 470 инфобизнесмендер бар. Иә, негізінен бастағысы келгендер көп болған. Бастағандар да болған негізі. Олар бірақ жаңағыдай 5-6 курс жасайды, 10 курсқа жеткізеді. Максимум бір 20-ға бару мүмкін. Адам сарқылады ғой. Иә, уже Контент оңай емес. Иә. А біз контент жасаулардың басын қосамыз да. Елки, мынаның бәрін естіп отырмын да. Қаншама операционный бизнес, қаншама сотрудниктер керек, қандай топ менеджерлар керек, оны басқару, дұрыс орындалуы. Мысалы, бағанағыдай мама деген проекттің өзінде қаншама жауапкершілікті зат көп қой, мысалы. Питание қайдан айтамын дедіңіздер ма? Питание қайдан айтамыз. Ол істеп тұр қазір. Ода 75 мың пользователь бар, юзер. Қанша сізде командаңызда бүгін холдингте сотрудниктер? Общий қазір 210 адамдай жұмыс істейді. Еще удален, аутсорс, иногда частично бір тағы 40 адам жұмыс істейді. 250. 250. А контрагенттер где-то 100. Бізде бәрі сотрудник сұрайды да, контрагент сұрамайды. Контрагенттер олар да важно, потому что, может быть, компания на аутсорсинг работает, да? Мысалы, олар айтуы мүмкін 10 адам, бірақ контрагент 1000 болуы мүмкін. Хотя ол 1000 сотрудник деген сөз ғой. Орг структура қалай? Примерно айтып бере аласыз ба қазіргі? Орг структура вот материнский, жаңағы бүгін холдинг деген бар. Соның ішінде мен бұрыннан келетқан партнерларым бар. Былтыр партнер болған жігіттер бар да. Солар жаңағы әртүрлі, ол бір ТО, қазақ тілінде айтқанда. Бірақ әлемдік деңгейде ол белгілі бір елде тіркелген бір компания болуы мүмкін да. Одан кейін ТО Дарын онлайн, ТО орда кейін, ТО Эдуцентр осылай. Бізде бәрі шатасады, ИП-нан ТО-ға өтті деп. Ол олай өтпейді автоматын. ИП болды қалады, сен ИП-ны жабасың, новыйдан ТО ашасың. Ол екеуі андай бауыр емес, бүйтіп өсіп кете салатын ше. Сосын ТО-дан АО-ға ауысты деп айтады. Ол да қателік. Ал ана ТО-ны жабасың, новый АО ашасың. Біздің аудиторияға түсінікті болу үшін ондай жоқ ондай. Сонда бізде ТО-лар Қазақстанда АО ашу негізі маңызды емес. Негізінде оны үлкен бір нац компаниялар ашып алғаны болмаса, негізі оларды да ТО болуға болады. Сонда осы ТО ана оларды басқарады. Мен мына жақта генеральный директорым бар. Мен генеральный директормын. Бізде наблюдательный совет деген бар. Учредительдер генеральный директордың үстінен қарайды негізінде. Мен ол жақта еще председательмін. Сонда мен әр председатель напсоветі, әр гендиректормын. И әрбір мен партнерларым әр компанияда директорлар. Сонда, в принципе, бәрі бір-біріне замкнутый система, бұны негізі матричный система дейді. Материнская компания біреу болады, и әр бағанада мама деген, Дарын онлайн дегенде бөлек-бөлек партнерлар бар, и ол партнерлар бар, бірақ олар бүгін холдингпен обмен жасап, қазір 100% біздікі болып кеткен бүкіл компания. Басында партнер болып бастағанбыз, потом олар обмен дәлемей жасайды. Обмен, уже материнскиймен алтыр ауысты да, акциялармен. Ан жақта X%-ын, ан жаққа Y қауыстырады. Тура күшті бұрын кезіне қалай. Запас пен Амазонда солай істеген еді, бірінші слияние болған кездері. И материнская компания негізінде шетелде жасаған дұрыс деп айтады. Енді біздің ойымыз бар, мен жасырмаймын. Қазір Сингапур, Делавер, осы елдерде біз компанияны тіркегіміз келеді. Но МФЦ тоже вариант, просто МФЦ-ны әлі біздің әлемде мойындамайды. Вот мысалы Сингапурды мойындайды. Ол біз сол компанияны IPO-ға шығарамыз кейін. И сол материнская компания. Себебі сол шетелге шығарудан ол неде? IPO-ға шығару. IPO-ға шығару үшін. Қазақстанский болып шығады, мысалы Каспийде там. Қазақстан, Каспий, Лондонда тіркелген ғой. Лондонға тіркелген. Бірақ ол
казахстанский ТО Каспий, например, сол сияқты. соныңкы ана не лондонский компания учредителі учредителі лондонский компания матрешка дейді ғой, оны ашасың тағы біреу шығады, ашасың. Біреуден естідім осыны ше, бір танысымнан материнский компанияны шынымен де шетелде жасау керек, өйткені бізде там қорқады, СНГ-да рейдерса бар бірдеңе шетелге шығарып. Қазір соңғы 2 жылда ол нәрсе кетті ғой. Қазір рейдерство деген мен одан қорықпау керек деп ойлаймын, бірақ оны ол нормальный практика шетелде компанияны тіркеу. Просто шетелде компанияны тіркеу, мысалы Сингапурда ол жыл сайын бір $100-150 оны обслуживать етуге алып келеді. Оған сіз дайынсыз ба да? Енді үлкен мақсат болса дайын боласыз. $150 просто за обслуживание беріп отырасыз. Аудит жасайды олар өздері, обязательно аудит деген бар. Сосын счетта ақша тұру керек всегда. Оны сен заморозить етесіз. $150 мысалы ол қазір Қазақстан нарығында қанша, 70 миллион ба? Енді екінің бірі дайын емес оған. Әрине. Жалпы бүгін холдингтің обороты қанша және де оценкасы қанша болып келеді? Енді былтыр біздің негізі оценка мен NDA болған. Біз оны нақты айтуға құқығымыз болмады. Себебі біз қанша инвестиция екенін айттық те, содан чтобы долевой участиені айта алмас үшін. Негізі мен қазіргі оценканы шамамен айтылам, біз $40 миллион шамасында қазір бағамыз, капитализация солай. Енді оборот жағынан былтыр бәрімізде біршама қиындықтар болды, бірақ біз былтыр инфобизнеста қиын кезде біз наоборот көп ақша салдық. Себебі бәрі құлап жатқан кезде біз за счет других игроков рынокта алып алғымыз келді. Енді қазір рынокта біз негізі 5-6 рынокта жұмыс істейміз ғой тектің. Мысалға мама рыногында мен точно біз лидерміз. Эду-центрда гейт курспен таласып отырмыз. Ол жақта 30-да жетпіз. Сосын барып Дарын онлайнда 40 болып жатыр десеңші, қызыл екен. Ордагенде бізде тоже 1-2 игроктар бар, бірақ біз ол жақта кітаптармен таласамыз көбінесе. Ордагенде конкурент бар ма? Ертегі шығаратыр Қазақстанда. Ертегі емес па Ордагенде? Бізде бар, кітаптар бар. Меломанда біз шамамен тоже бір 30-20% аламыз, себебі бұрыннан келеткен игроктар да бар. Дарын онлайн енді біз Алия Голубой океанға кіргенбіз. Қазір ол көбейді ғой. Но біз ол жерде B2G-да конкурентіміз бар. Біз ништа онлайнда лидерміз деп өзіміз есептейміз. 70-80% біз аламыз. Потом 1 мен 11-дің сабақтарға дайындалу деген рынокта көбісі ойламайды. Бәрі жаңа ұбт-ға кетеді ғой. Ол жақта да үлкен нарық бар біз. Ол 1 мен 11 сыныптардың қосымша сабақтарын сатумен ақ жыл сайын $1 миллион жасап тастаймыз да. Оны ешкім ойламайды. Ол жақ Голубой океанда секілді. Себебі ол қиын жұмыс. Физиканы түсіріп шығу керексің, математиканы түсіріп шығу керексің и так далее. Енді ұбт-да мен точно с уверенностью айта аламын, что біз топ-2, топ-3-теміз, наверное. Потому что бізде былтыр біршама ценностьтарды өзгерттік. Бізде self-learning болған. Адам өзі кіріп оқып үйрену керек, ол арзан болу керек деген. Сосын бізде нарықта басқа үйректер, көп сервистер қосқаннан кейін біз түсіндік, оказывается, халық әлі дайын емес өздерін оқуға. Оларға куратор, ментор, постоянно кто-то итеріп отыратын адам керек. Давай деп негізі түсінген адамға өз-өзін оқып үйренген адам ол көп жетістікке жетеді. Бұл проблема қазір бізде де бар. Негізі бәрінде бар ғой инфобизнесте. Сондықтан біз қайтып қостық. Біз қазір шамамен ұбт-ға 5000 адам дайындап жатырмыз. Енді оборот бізде мектебімізбен бәрімен қоссақ уже бізде 5 миллиардқа былтыр 4 миллиардқа жетті ғой. Енді былай чисто онлайн нелерді алсақ, наверное 2,5 миллиардқа біз жеттік. Ну енді точно цифраларды әлі қорытынды шыққан жоқ бізде. Бірақ сондай есеп бойынша. Плюс-минус. Осы жерде осы пропорция жасасақ, B2G көп па, B2C-лар көп па сізде? Бізде B2G максимум 15-20%. Когда бізде ол 20%-тен асады, бізде тревога. Увеличить B2C деген. Не уменьшить B2G, а увеличить B2C. Потому что B2G бізде воронка. Оны біздің конкуренттер түсінбейді. B2G бұл бізге көп ақша алып келмесе де постоянно базу дает. Постоянно. Ана келеді, уже оқытады, сіздер алдыңызда. 2,5 мың мектеп бізбен жұмыс істейді. 2,5 мың мектепте 2 миллион оқушы бар. Соның бәрі обновляет базу, каждый день заходит. Түсіндіңіз бе? Бізде поэтому таргетте көп көрінбейміз. Біз особо SMM жүргенбіз, потому что готовый база и платформада тұр. Трафик келді, біз соған сатамыз да. Керемет қой. Вот Дарын онлайн мысалға біраз болды ғой негізі басталғанда ше. Мен Садықпен араласып жүрген кезден білемін. Ол кезде бүгін кезет басталып жатқан кездері карантиннің алдында. Ол кезде проект енді басталып енді жүріп жатқан. И менің ойымша ключевой момент атып кеткен ол сол карантин кезіндегі B2G-дің қосылғанның әсері сияқты. Менің ойымша. Өйткені сол кезде сіздер
сол министерствоға не жасаңыздар, жаңағы ұсыныс жасаңыздар, олар келісті, сонымен сіздерді ары онлайнда уже сол мектептерге арнап шығарыңыздар. Сол кезде сіздерде уже бір какой-то бюджет көбейіп, әрмен қарай тез оборот алуға көмек болған сияқты деп ойлаймын да. Сондай нәрсе ма шынымен де? енді қазір бәрі анау хит тренд болып кетті, анау квант нәрсе деген сөздер. Вот есть квантовый скачок, это есть сол кезде. Бізбен болған оқиға, это есть квантовый скачок. Бірақ квантовый скачокқа бір команда дайын, бір команда дайын емес. Мысалы бізбен бірге, мен енді аттарын айтпай ақ қояйын, тағы 2-3 проект болған, мүмкіндік берілген. Олар жоқ. Сол кезде министерство. Иә. Министерство бізге ғана емес қой. Жаңағы бұрыннан келе жатқан біздің конкурентіміз бар. Одан кейін тағы 2-3 проектке не берілген, мүмкіндік берілген. Көрдіңіз, олар жоқ қазір, вообще нарықта жоқ. Сіздер ғана қалдыңыздар, и как будто сізге ғана берген сияқты көрінеді ғой. Как будто солай көрінеді да. Сонда квантовый скачок деген бар, оған дайындық деген де бар. Ол бірінші мен айтқым келетін. Екінші, бұның бәрі процесс жасаймыз, результат Құдайдан деп айтамыз, әрекет бізден, берекет Құдайдан. Және мүмкіндікпен дайындықтың қиылысуы. Мысалға карантин неге бізге көмектесті, потому что біз более-менее дайын болдық. Неге мысалға Нұрболға көмектескен жоқ? Себебі Нұрбол оған дейін ондай EdTech проектін жасап дайындалған жоқ еді. Мен сондықтан айтам, карантин бізге көмектесті, қай жағынан дайын болған проектімізді тез масштабировать етуге. Бірақ түбінде біз масштабировать етілуші едік, себебі дұрыс бизнес модельді о баста таңдаған екенбіз. Кейін ол мен гипотезаларды тез тексеріп алдық та. А так 2-3 проект болды, вообще даже аты да жоқ қазір. Негізі келісем, карантин, любой кризис плюсы де бар, минусы де бар деген сияқты. Карантин бірақ жеке маған көмектесті, маған мощно көмектесті. Интернет коммерция болғаннан кейін Амазондағы 6 ай объемды мен 2 аптада сатып тастадым Америкадағы продажамды. Одан кейін ар жақтан Шымкентте үйде спальныйде отырып Алматыдан магазин аштым сатудан. Сөйтіп сол жарты жылдың ішінде один из быстро растущих магазинов болды. Осының барлығы айналып келіп, там команда құрап сөйтіп, и алып өзіме товарлар қосып жүргем. Қолмен, Excelмен, там қосамыз, 1С-мен. И бір кездері давай поставщиктердің бәрін қосып, бір софт жасайын дедім, автоматизация алып. И сол кездер промотейн программасын жасап шығардым да. Жоқ, программаны көрдім мен, ұнады маған. Өте жақсы жасағыз. И сөйтіп Нұрбол келді да, Нұрболмен танысып. Біз екеуміз сол неде жүрген танысқанбыз тоже, СБС-те жүрген кезде. Сіздің рөліңіз қандай сонда компанияда? Екеуміз бірге негізін қалағанбыз, партнеріміз. И менің жауап беретін части маркетинг пен продажа. Инженерский частқа екең жауап береді. Продуктовый. Соны айтқанда, шынымен де мүмкіншілік берілді. Дайын болсаң, былай сіз айтқандай қосылады, мүмкіншілік дайын адам болса, дайындықпен мүмкіндік қиылысады да. И не квант не пайда болады. Біздегі адамдар всегда мүмкіндікті күтіп жүреді сияқты, бірақ дайындығын күтпейді. Дайындығын мүмкіндік всегда қасында жүреді. Дайындығын қазірдің өзінде сізде бір мүмкіндік кетіп бара жатыр. Просто сіз дайындық қана қиылыса алмай жатыр, дайындық жоқ та. Ол сонда совпадение ма? Оны қалай айтуға болады? Жоқ, совпадение емес. Ол дайындық деген қиылысу деген қай кезде қиылысады сонда? Сен білім артқан сайын саған шанс көбейеді ғой, удачаға. Дайындығың артқан сайын. Анау кім айтады ғой, Рафаэль Надаль ма, либо Роджер Федерер. Мен көп дайындалған сайын удача көбірек келе береді. Дәл өзі келсем. Дәл өзі. Просто көбірек дайындық керек та. Бізде Қазақстанда, әсіресе инфобизнеста, әсіресе мынау енді біздің EdTech салада, және біздің целевой аудиторияда ойланатын және оқитын адамдар аздығынан негізі инфобизнесмендер ақша тауып отыр. Думающий и читающий адамдар жоқ. Ой, жоқ емес, аз. Бәріне топырақ шашып қоймайды. Өте азды. Енді бұл біздің Қазақстанымыздың қазіргі көрінісі, біздің осыған кейінгі отар болғанымыздың, құлдық санада болғанымыздың әсері. Self-learningпен қай елдер оқи алады? Self-learningпен, оказывается, бостандығы жоғары, сөз бостандығы жоғары, өзін еркін сезіне алатын мемлекеттер оқи алады деген. Біз кіріп кеткенбіз ғой. Жоо кезетті бізде self-learning жасаймыз деп. Кейін түсінікті, что бізде әлі оған мүмкін, просто біздің еліміз оған дайын емес. Мысалы, бұған Сингапур елі дайын self-learningқа. Мысалы, Жапония елі дайын. Олар айтады, зачем маған куратор? Звондамай ақ қой. Мен өзім сатып алдым, өзім оқимын дейді. Информация берсең. Доступ бересіз, болды да оған. Кайф ғой бір. Бізде де қазір проблема бар мысалы. Енді біздің инфобизнесмендердің мақсаты сіздің адамдарды ақырын соған алып келуіміз керек те. Бәріміз дайындап, әр жақты. Бір жағынан конкуренция да осы жағынан жақсы да, жаңа болып ше. Әртүрлі сервистер қосып әркім дайындап. Иә, МСБ деп. Енді мынандай прям актуальный сұрақ мен үшін енді
орг структура компания. Сіз әртүрлі мысалы бағана айттыңыз. 5-6 проект болып тұр да? Қателеспесем. Әрқайсысына команданы сіз өзіңіз жеке алмайсыз ғой. Сіз принципіңіз қандай, команданы қалай жинайсыз? Может, партнерді аласыз, партнер өзі ала ма ары қарай? И соны партнерді қалай таңдайсыз? Бұл жерде біз Обязательно таныс болу керек па или там HeadHunter'ден тауып аласыз ба? біз 3 компанияны бенчмарк деп есептейміз. Себебі үлкен өскісі келетін компания бенчмарк компания таңдау керек. Бенчмарк тұлға таңдау керек. Бізге бенчмарк компания Google, Apple, Netflix. Бенчмарк түсіндіріп айтсаңыз аудиторияға. Бенчмаркинг деген сенің ұмтылатын, үлгі тұтатын, соның жолын зерттейтін компания. Образец. Образец та. Бізде ол Google, Netflix, Apple. Біз Netflix'тан не алдық? Корпоративный культура алдық. Бізде мысалы аяқ немен жүре алады? Жаңа не дейді? Жоқ. Шлепмен жүре алады. Ол рұқсат. Қонақтар келсе біз айтамыз, бұл біздің еркіндігіміз, культурамыз. Бізде мысалы Google'дағыдай OKR системасымен жұмыс істейді. Әр адамның өзінің қойылған KPI-ді OKR деген бар. Objective Key Result. Үлкен целдермен соған жететін результатты көрсеткіштер. Apple'дан біз осы матричный нені алғанбыз, структура. Бұны оңай тілмен түсіндірген кезде ең күшті структура қазір мемлекеттердің структурасы. Бұл ғасырдан ғасыр бойы келе жатқан структура. Управление, министерство, акимат дегенде. Бұны уже Америкада да тура осы структура жұмыс істеп тұр. Қазақстанда да тура сол структура, ешқандай өзгеріс жоқ. Енді Америка кішкене штаттар, федеративный, бізде унитарный. Но Францияда да мысалы тура осы структура жұмыс істейді. Логикасы бірдей ғой. Логика бірдей. Бізде де сондай. Бізде HR, финанс, олар министерство рөлін атқарады. IT, яғни бәрі керекті адамдарын тауып береді және методически помогать етіп отырады. Бір айтишник бір проект таңдайды да, бір жылдан кейін ғана ауысылады басқа проектіге. Бір жылдан кейін ғана. Ал анау ТО-ның басшылары олар акимат, областной акимдар. Проекттің басшылары. Сонда былай қиылысады да. Короче, HR, бәрінде HR жоқ бізде. Общий бір HR, как министерство, бәрін обеспечивает кадрмен. И удержание, и IDP деген бар, сонымен развивать етеді. IDP каждый сотрудниктің даму планы, сол IDP-ді орындаған адамда зарплата көтеріліп отырады. Независимости, ол қанша уақыт жұмыс істеді, жасы қаншада, оған қарамайды. Бір жылға жасалына ма ол план IDP? IDP бір жылға жасалынады, бір календарный жылға. И келесі жылда тағы обновляция етіледі. Сіздесінде бір HR отдел барлық проект қарайды, қарай алады, спокойно қарайды. Финанс бәрін қарайды. Финанстың ішінде финдир бар, финансист бар, бухгалтерлер бар. Қарайды. Потом одан кейін не бар? Сервис не бар? Контроль качества деген бар. Бәрін қалай жұмыс істейді, соны контроль етіп, учредительдерге ақпарат алып отырады. Ол да независимый, ну как біз оны КМБ дейміз, как КМБ структура. Ішінге бағынбайды да ол. Ал енді акиматтар, олардың өзінде маркетологтары бар, продажасы бар, бөлек-бөлек. Потому что общий продажа, общий маркетинг біз қойып көрдік, как министерство болмады. Болмады. Қиын болып кетті, потому что қайсының чегі көп, сол жаққа қарай кетіп қалады бәрі. Солай да. Өзінің KPI-ны орындау үшін да. Ақша көп планын орындау үшін. Поэтому біз оны областной акиматтарға бердік. Сонда областной акимат HR-ға айтады, маған андай қызметкер керек, HR тауып береді. Өзі басқарады. Бізде областной акимдар олар сотрудниктердің папалары, министрлер мамасы, HR мамалары, короче. Ана финдиректорлар просто ақша береді, әжесі немесе атасы деп айтуға болады. Ну осындай, бұл Apple-дікі біз ойлап тапқан жоқпыз. Бұл Apple-дың матричный структура дейді. Бізде бәрі горизонтальныйды біледі, вертикальныйды біледі. Но матричныйды қолданбайды. Необычный екен. Матричный подходмен. Шынымен де бәрі вертикальный подход деп бәрі и горизонтальныйды қарайтындай. Матричныйды изредка қолданады. Матричный екеуін қиылысуы ғой. Комбинация. Ол жерден көп экономдайсың мысалға. Каждый тоғыға қазір HR алсаң, сенде штат қазір бізде 210 емес 600 болып кететін еді. Как оптимально управлять қой? 200 адаммен. Опциондар бересіздер ме сотрудниктерге? Опцион береміз. Біз осыдан 2018-де берген опциондар, 3 жылдық опциондар былтыр 2022-де доляға айналды. Қазір бүгін холдингте 7 учредитель бар. Былтыр біз инвестор тарттық, сол кісімен 8. Біз IPO-ға дейін бізде наверное 100 болады деп ойлаймыз. Қазір опциондар тағы да ойластырып отырмыз. 2024-тен бастап 28-ге дейін. Вот где-то 28-30-да біз уже IPO-ға шығуымыз керек. 28-30-да да, иншалла. Опционды сотрудниктерге қандай принциппен бересіздер? OKR, IDP. Бізде бәрі дата драйвинға ауысып кеттік қой, сандармен.
андай эмоция жоқ, ол Шымкенттен там Тараздан да ру жалайыр екен, ондай жоқ, вообще жоқ. Да, бізде чисто OKR қараймыз, IDP-ға қараймыз, оған айтамыз, сен бізбен бірге қанша уақыт көресің, өзің 5 жыл көресің, вот біздің 5 жылдық OKR-ымызбен танысыңыз. Біз Индонезияда боламыз, Саудовская Аравияда боламыз. Ол айтады, маған қызық болса, онда IDP-іңді өзгерт, ағылшын тілің болса, араб тілің болса, онда бәрі өзі синхронно жұмыс істейді. Сосын біз айтамыз, так осының бәріне дайын болсаң, онда біз саған, короче, OKR-ларың өзінің оның амбициясын қараймыз. Біз OKR, кішкентай OKR қойса, OKR деген, мен мысалға 100 мың сатып жүрген адам айтады, мен 200 мың сатамын дейді. Ну, X2. Біз айтамыз, онда бізге ол қатты амбициозный емес, наверное, тебе пакет 0,001%. Оның өзі формуласы бар сіздерде. Формуласы бар. Несіне қарап қой, енді ол кезде компанияның стоимости есептеледі, қанша болады. Приблизительно біз ол кезде уже миллиардқа жақындауымыз керек. А оны істейін деп тұрғаны, мысалы, 2-ақ миллион доллар. Ну, да, қанша 0,2% деген сияқты. Есептеледі өзі. Оның формуласы бар, калькулятор жасағанбыз. Оны тек топ менеджерларға бересіздер ма? Жоқ. Қазір тим лидерларға береміз. То есть средний звено и топ менеджерлар. Олар айтасыз, 5 жылға дейсіз, IDP, OKR полностью бәрі жазасыздар, и сразу прописывайте опцион, да? И сен алып тұрып, 5 жылда осы пландар сесен, вот мынанша бөлігі саған доля ретінде жазылады. Ал егер 3 жылда кетіп қалсаң, онда бәрінен айырыласың. Ну, зарплата алдың ғой сен, не бесплатно жүр работа. Тегін істеген жоқсың. Пландан да ұзақ уақытта құру қаншалық дұрыс, потому что дұрыс емес деп айтатын адамдар да бар қазір. Сол компания басшылары әртүрлі айтады да. Мысалы қазір анау өткенде бір жерден естідім, подкасттан ба, қазір футурологтардың өзіне қиын болып жатыр дейді да, болашақта болжаудың өзі. Өйткені олар қазір жарты жылдан кейін не болады айта алмайды дейді да, потому что заман тез өзгеріп жатыр. И бүгін бар нәрсе ертең жоқ болып кетуі мүмкін, немесе бүгін хит болған нәрсе ертең уже ұмытылып кетуі мүмкін да. Сол моментте даже адамның өзінің болсын, компанияның болсын, планын жаңағыдай ұзақ уақытта құрудың өзі қиын дейді да, 5 жыл деген. Өйткені даже 5 жылға құрған планың 1 жылдан кейін актуальны болмай қалуы мүмкін дейді да. Сол кезде сен планды өзгертесің, хорошо, ол там топ менеджерларға понятно болуы мүмкін, бірақ команданың ол жерде адаптивити жетпей қалмай ма? Бұл әңгіме, скорее всего, әлемдік 1000 миллиардердің қатарына кірмейтін адам әңгімесі. Скорее всего, мен білмеймін кім айтты. Бірақ мен білетін әлемдік өмірлік пландайтын Илон Маск қазір бірінші орында. Луи Виттон 30 жылдық планы болған, Бернар Арнонның қазір екінші орында. Джефф Безостың 60 жылдық планы болған деп айтады, қазір үшінші орында. Билл Гейтстің айтқан, мен әлемде осы миссияны орындаймын. Қазір там 5-ші орында. Цукерберг айтқан, бүкіл әлемді қосам. Топ 10 айтатын болсаңыз, ешқайсысы краткосрочный планда ойламаған. Өте ауқымды ойлаған, өте глобальный ойлаған. Просто олар гибкий. Олар айтады мысалға, мен 2 миллиард табам деп қойдым, ничего, 1,8 болса нормально. Типа, зато мен жақындап жатырмын целге. А бізде өйтіп үлкен пландай алмайтындар, скорее всего, миллионер, мультимиллионер, да? Сол деңгейде да олар. И оларға ол да комфортно шығар мүмкін. Мен енді бұл жерде адам мандай ғой, бәрі бірдей емес қой, 8 миллиард адам. Мысалы, біреуге миллиардер болған жетеді, біреуге сотрудник болған жақсы, біреуге просто там мұғалім болғанын айтты. Бұл жерде просто сенің желаниең қандай ғой. Мысалы, біздің желание әлемдік компания болу. Поэтому біз сразу 40-50 жылға пландап тастағанбыз. Бізге ол ұнайды. Біздің қай жеріміз Илон Масктан кем? Бізде Байқоңыр бар, бізде 9-ші орында жеріміз бар. Неге біз мысалға Илон Маск сияқты хотя бы армандай алмаймыз? Хотя бы армандайықшы. Ол Марс колонизация деп отыр. Біз мына жақта өзіміздің бар жерімізді өңдей алмай тұрық, ол Марсқа кетіп жатыр. Уже сверхамбиция, шынымен де. Да, солай ойлану керек қой бізге. Сондай ойланатын адамдар саны көп болғанда, онда біздің еліміз дамиды. Негізі бұл да опять же бізді отарлап тастаған құлдық саны да. Біздің миымыздан армандау деген функцияны алып тастаған. Ну, кім алып тастады білесіздер. Алып тастаған, и сондықтан бұл әңгімелер опять же СНГ-ның төңірегінде. Көп пландамай-ақ қой, білмейсің, анау деп. Ну, футурологтар, оларды мен онша қатты мойындамаймын, потому что олар айтады, жасамайды да әрекет. Осылай болуы мүмкін. Илон Маск айтады, и соған добиваться дейді. Мойындауға тұратын адам да. Енді бағана команда туралы айттық, OKR деп, и IDP план құру деп. Болды ма қандай ошибкалар болды? Жестко подводить еткен болды ма менеджерлар? И мысалы қандай сабақ алдыңыз одан? Адамды бір найым кезде, ё-моё, осылай істеуім керек деп. Айбек қуатбай өзіне 3 жыл, 5 жыл бұрынға осы найым команда жинау кезінде қандай совет беретін еді? Ну, ең бірінші, мен ойымша бізде қазақта кең таныған, дамыған
бул туускандар маселеси. Туускандар өздеріңе шақыра бере ма? биздин компанияда менин негизи 210 адам ичинде мүмкүн казакыйлык бурунку наукага багытталмаган менеджмент болгондо әлемдик стандарттарга багытталмаган менин оюмча биздин компанияда азыр 20-30 менин туусканым иштешет. Да? Азыр менен бирге 3 туусканым иштейт. Үшөөү де ключевой жумуштарды иштейт, бирок постоянно бизде бир сотрудник, кстати, бир сотрудникке отзыв беретін система бар. Мындай система бар да еще. Мисалы сиз канчалыкты дурус задачаны түшүнүктүү койдуңуз және канчалыкты ол задача кимге кызыкты давлетке, давлет сизге оценка берет. Анонимно. Анонимно болгондо, в принципе, оны жасыратын түгү жок. Ким менен жумуш иштейтини көрүнүп турат. И сол кезде чыгып турат, мисалга сизге ана задача түшүнүктүү, бирок кызык эмес болсо, сизди биз башка жака ауыстыра баштайбыз. Сол сыяктуу сизден жаңы ана туусканыңыз көрүнүп калат да, канчалыкты дурус жумуш істемейт. Уже прозрачно болгон экен. Система ана бүтүп бөлүп алып чыгат, аны суудан бүтүп бөлүп бул коюп чыгат, сол сыяктуу жумуш істемейтин адамдар бул коюп чыгат. Енді ошибка неде? Менин оюмча ошибка биз баары бирдей. Менин минезим жумсак болду, менин минезим андай узак күтүүчү болду. Ондай катты айкайлоо, эмоцияга берилүү деген менин табигатымдан болмады. Бирок азыр компания өскөн сайын сени баары бирде жесткий кылат экен да. Жесткий кылат. Эми мен аны ошибка деп айта алмайм, бирок хотелось бы көп адамдарга энергия жумсамай ак кою керек этпеди. Сондай да болот. Үйрөнүп, опыт жинап кетип калып деген сыяктуу. Көп энергия жумсайсың, жаңы кетип калат. Мүмкүн ол кезде юридически неграмотно оформление болгон чыгар. Мен айткым келетини, туускандар менен жумуш істеген кезде туускандарыңыз зарплатага и туусканыңыз болгон үчүн 2 эсе, x2 көп жумуш істөө керек. Башка сотрудниктен караганда бул биринчи. Экинчи айткым келетини, кез келген адамды дамыткан кезде жакшы юридический оформление. Казыр бизде бар ол. Мисалга биз бир адамга акча саламыз, бирок ол 36 айга контракт подписывайт. Кийин кететін болса, биздин чаган акчамызды менен кайтарып берүү керек. Ну ато бизде казыр жаштар көп, мисалы келет да, эчтене билмейт, сосын үйрөнүп алат. Сен как университетте 4 жыл үйрөнбөгөн нерсесин сенде 2 айда үйрөнүп алат. Потом еще зарплата алат. Потом кетет, ону кеткенде де калай условиясын коюп кетүү мүмкүн. А биз контракт кол коебуз, айтамыз, хорошо, условияңды орундайбыз, кететін болсаң, бирок бизге акчаны кайтарып бер. Справедливо. Мен ойлойм, справедливо. Даже кофейня бар, Энжеланс тоже оларды өзүнүн сотрудниктерин Кореяга жиберет, баристалар үйрөтүүгө. И 4 жыл биз ассистировать эткен. Кореяга окууга жиберет экен. Олар катышып бариста, машина. Сол компанияга шынымен калгысы келген адам ана келетін сыяктуу да. Жок болсо ойлонот да ол, мен Кореяга барайынбы, бармайынбы. Сосын ол отказ берүү мүмкүн, бирок ол зато өспөйт, либо чыгып кетет. Дәл өзү. Ал андай договорлар бар, кейбір компаниялардың кездестім да, олар өзінің сотрудниктеріне сен договор о неконкурентности жұмыстан шығасың ба, бізге осы сфераға вообще жоламауың керексің дейді. 4 жыл бойы. Бұны мен әділетсіз деп ойлаймын. Қалай сен конкурентке бар жұмыс істей алмайсың, а бағана компенсация алсаң. Ключевой неде бар бізде мысалға. Топ менеджерлерде бар. Вот, да. Бүкіл сотрудниктер жоқ бізде. Топ менеджерлерде ғана бар. И тим лидер, айтишниктарда бар. Потому что код деген андай ғой, су сияқты нәрсе ғой. Білмейсің да? Ну, сен мысалы маркетолог, ол өз білет жарайды. Продажа өз білет. Ну, IT біз жерде тоже ключевой да. Даже кодтың өзін патент десең де, оны алып білетін адам. Ну, аны орнына броды қояды, бұны орнына сыны қояды. Сөз жібересің. Все болды, ауысты. Код ауысты. Код ауысты. То есть терминдарын несін өзгерте салады да? Эксигеріктерін сонда қазір сіздерде команданың ішінде бір софт бар ма? Команданың жұмысын қадағалап отыратын, жаңағыдай баға қояды дедіңіздер ғой, соның бәрін көруге. Негізі ең айтқан қаран соған сияқты. Jira'ны қолданамыз, Jira деген бар. Ол Trello бәрі бір компания, Atlassian деген. Соны қолданамыз, Trello'ны қолданамыз, Excel'ді қолданамыз. Сосын барып WhatsApp чат пен Telegram боттары қолданамыз, жақсы. Сосын барып 6-шы ERP системамыз бар өзіміздің. Сосын барып тағы бір системамыз бар. FIMO деген. Finance, Operation, Marketing Operation. Қанша ақша бөлінді, қанша ақша общий себестоимость, қанша прибыль таза түсіп жатыр, финансқа қатысты соны қолданамыз. Осы 6 системаны қолданамыз. 6 системамен вполне справляемыз. Оған бір арнайы. Қазір HR-ға 7-ші система алып жатырмыз. Атын ұмытып қалдым, бір украинский ма, российский система. 150 адамға алып жатырмыз. Ол не істейді? Аналитика жасайды, перегорание кімде қашан болып жатыр, не үшін болып жатыр, кім қашан жұмысты бастады, полный компьютерлерін управляет. Давытяны осы компьютерный клубтағыдай управлять етеді компьютерлермен.
кім на момент соцсетті кім увольнениені қарап жатыр соған иә не көріп жатыр деп па қайсысы увольнениеге кетуі мүмкін. Сосын барып ол бізде мындай бар, мысалы компанияның OKR бар ғой, HR уже заранее планирует, мынау OKR-ға мынандай үлкен амбиция болып отыр, бұған мынандай 2 сотрудник керек болуы мүмкін деп заранее дайындалады іздеуге. по идее өте мықты. Давид Диан беді, соның компаниясы бар, 3 жыл 4 жыл бар ма бастап Adobe деген жасаған. Осындай істеген еді. Қарап тұрсаң, өзім сол кездер ойлайтынмын 3 жыл бұрын ше, блин, керек па осы, керек емес па, зачем оның бәрін, ол өтірік қой, анкетамен так далее, қалай деп. Қазір келе жатырмыз. Біз енді бастады, онымен пока айта алмаймын, оптимайсына. Бірақ по презентации супер прям. Күшті бәрін айтып жатыр, иә біз енді алдық, 1 миллион ба сондай тұрады екен, жарты жылға көреміз да. Бірақ ол керек деп есептейміз, потому что адам көбейгенде оны түсінеді екенсің да. 210 адам, когда сен резко 6 адам уволить еткенсе, уже резко қиналып қаласың. Уже атама қойын, компаниялар бар, қолданып эффективності күшті деп жатыр шын мәнінде. Керемет. Керемет деді. Что бізге де берсе керек болады ол зат. Сіздер қолданып көре беріңіздер, сіздер оценка аламыз. Бізде енді оны қазақстанский басқа клиент жоқ екен. Сұрай салайын десеңіздер. Иә, біз сұрай салайын десек жоқ екен. И российский нелерден сұрадық, бәрі жақсы отзыв беріп отыр. Керемет. Енді мынау сұрақ Прометеус өзімізге жақын, иә, Прометеус. Прометеус сіздер мектеп ашып жатсыздар. Бір мектеп аштыңыздар, 1-11 класс. И какой бір Бауыржан деген адам мысалы, қалтасында 100 миллион, 200 миллион ақшасы бар. Сіздерге франшиза алып аша ала ма мектепті? Біз енді И қандай окупаемость болады и так далее. Біз енді қазір жаңа садик туралы айттым ғой, біз мынандай қазір концепцияға келіп жатырмыз. Садикте бірге оқығандар ары қарай класстас болу керек. И 1-ден 6-ға дейін бөлек мектептер ашу, как бастауыш. Да? Мысалы, Орда деген kids садик болса, уже Орда primary school деген жаңа 1-6. Негіз 1-4 қой бізде, бірақ 1-6-ны қосып. Потом 7-11 бәрібір де бөлген дұрыс екен профориентация. Физмат уже заранее. Химиология, там гуманитарный, английский деп уклондарға. Сөйтіп сондай мектептер ашқымыз келеді. 1-11 біз Прометеус тестировать етіп отырмыз ғой. Соны түсініп отырмыз да. Енді келесі мектептерді біз сөйтіп ашқымыз келіп отыр, бірақ бұл жерде біз көбірек франшиза модельден қарағанда біз қазір осы мектептерді управлять ететін негізгі 3 нәрсе бар да. Біріншісі методика, екіншісі технология, үшіншісі контент. Осы үшеуі кімде мықты, сол мектеп мықты негіз. Осы үшеуін біз жақсылап құрып алып, любой мектепке біз айтқымыз келіп отыр. Біз сияқты 3 нәрсені бергің келсе, тоже либо партнерство, либо подписка, либо может быть франшиза, атыңды өзгертесің, флагтарыңды ауыстырасың. Біз методикаларды, флагтарды ауыстырасың, атыңды өзгертесің негізі. Просто ол үлкен жауапкершілік қой. Конечно. Білім саласы. Сіздер качествомен істесеңіздер, олар істемесе, рейтинг Прометеусқа құлап түсуі мүмкін. Сосын ертең мысалға қаншама адамның біз өмірін өзгертіп жіберуіміз мүмкін, бұзып жіберуіміз мүмкін. Поэтому бұл жолда біз асықпаймыз. Бірақ негізінде Қазақстанда көп мектептер ашу біздің негізгі планымыз бұл социальный план көбірек. Біз онлайннан көбірек ақша табамыз деп есептейміз. Офлайннан біз көбірек методикаларды тестировать етеміз. Гибридный обучение тестировать етеміз соған деп. Өткенде Қанатты да айтты ғой, жоқ кезде самоцен жігіт. 2025-ке мектеп саны уже жетпейді деді. 2026-та 1 миллион бала мектеп салады. 1,2 миллион адам мектеп салады. Мектепке бармайды. Ол деген сөз 1000 мектеп жетіспейді деген сөз. Енді 1000 мектепті частниктер салады ғой, бірақ качество қалай деген әңгіме де. Сол үшін біз ана үшеуін дамытамыз. Сол кезде көп частный мектептер бізге обращаться ететіндей жұмыс істеуіміз керек те біз. Оларға бәрібір ғой аты қандай болған. Репутация жақсы, ақша түсіп тұр. Қаржы түсіп тұрса, бизнес ретінде стабильный болса. Сонда қазір франшиза сіздер бермейсіздер, пока өздеріңіз тест жасап алғанша. Франшиза бермейміз, біз как минимум 23-24 точно бермейміз. Біз одан кейін, наверное, ойланамыз. Қазір действующий мектеп болса ғана сіздерге барса болады, Жоқ, даже қазір де оны ғана. Ол да жоқ. Потому что біз екінші жаңа айттым ғой, гипотезаны тексерейін деп отырмыз. Садик. Бұнда қараңыз, садикте сіз екеуіңіз балаңыз оқиды, ары қарай класстас болып кете алады біздің мектепте. То есть біз онлайнда істегенбіз, и офлайнда да істегіміз келіп отыр ғой, былайша айтқан кезде. Еще центр материнский деген идеямыз бар, ол да офлайн, мамаларды бір жерге қосатын бөлек. Сонда көрдіңіз, мамалардың басын бір жерге жинасаң, сен де автоматты клиент дайын да садикқа. Автоматты клиент садик. Клиенттің автоматты мектебіңе клиент дайын. Магнитті. Білейін, бұл жерде негізде көп. Біз егер мынандай LTV бар проект, қаншама еще вокруг
апсейлді істей берсең болады ғой. Форма деп бір мысалы сатуға болады, қандай бір какой-то бір доп услуга подписка ретінде тағы мектепке сатуға болады. гаражик гүл әкелеміз. Иә, одан кейін бар Ремонтқа ақша жинаймыз. автобустар беріп мысалы тоже тендер разыгрывать етуге болады. консалтинг, ол жерде питание бар, мерч, көп несі варианты. Енді бұл жерде былай да жігіттер, Енді түсініп отырмын неге оценка жоғары болған. Будущего тұрып. 8 миллиард адам болды қазір. Тағы бір 10-12 жылда 1 миллиард қосылады. Негізі 1960-та ғана 3 миллиард болғанбыз. Сонда небәрі 60 жылдың ішінде плюс 5 миллиард. Тағы да 1 миллиард қосылады. Қазір адамда проблема нәски, киім, там не емес, даже тамақ та болмайды. Потому что адамдар ойлап табады, химиясы бар, басқасы бар, тез жүріп тойып қалады, немесе таблеткалар масштаб етеді. Космоста жүріп тамақ жеп жүрген жоқ қой адам, пастамен жүр ғой. Соны масштаб ете салады, адамдар қатты қиналып жатса. В принципе, ол проблема болмайды деп біз есептейміз. Проблема болатын нәрсе ол білім болады. Потому что адам саны көбейеді, мектеп жетіспейді, білімге доступ жоқ. Сондықтан біз ойлаймыз, бұл эдтех саласы келесі единорогтар тудыратын сала. Өте көп ақша мұн жаққа құйылады, себебі адам көп болады. Ал адамдарды көп болған кезде оларды единственный асырайтын нәрсе ол білім. Ол soft skills, социальный компетенция, hard skills деген сияқты. Осы нәрселерді біз беру арқылы ол кезде бір 3-4 триллион болып қалатын шығар онлайн education нарығы. Соның біз 100 миллион болса, ол 5%, где-то бір 50-60 миллиардтық стоимостқа жеткіміз келеді. Бір 15 жылда где-то. Керемет. JoKZ, бүгін холдингтардың онлайн барлығы және де 140 дегендер барлық қазақша сегменттегі да? Орысша да бар, бірақ орысша аудиторияда осылай сіздер сияқты істеп жүргендер бар ма проекттер? Қазақстан ішінде бірақ орысша сегмент таңдау. Орысшалар көбінесе қалада тұратындар. Олар образовательный центрға барады. Оффлайн да. Ол бірінші. Екінші, орыс тілділер өкінішті, қазақ тілдерін салыстырғанда self-learningқа кішкене тез бейімделеді. Информация көп қой. Үшіншіден, олар Қазақстанда қалмайды. Енді тапсырмайды олар. Олар Томскқа барады, Новосибирскке барады, либо шетелге кетіп қалады. Европа, Италия. Негізінде 20% орыс тілді аудиторияның көбісі Қостанай, Петропавл, Павлодар. Олар Омск, Новосибирскке кетіп қалады. Өздері жақын шығарады. Жоғарысына өздерін. То есть сонда ағылшын өтірік енді тапсыра салады на самом деле олар. На самом деле олар просто как резерв тапсыра салады. И қазірдің өзінде біз шүйгіректі айттыңыз ғой сіз. Шүйгіректің өзі ары кеткен кезде 15-20 мың адам дайындап отыр да. А негізі 170 мың адам енді тапсырайын деп отыр. Соны есептеңіз, 80% ол 120 мың бола ма? 130-140 болады даже. Онда әлі қаншама игерілмей жатқан нарық бар да. 130. Елки. Бірақ ол жерде неге баратындар да бар, жаңа оффлайн баратындар да бар. 140-тың жартысы ауылда тұрады. Ауылда жоқ қой, варианты жоқ қой. 170 мың бір жылдағы, иә? Мысалы, сіздің ауылыңыз қай жер? Қызылорда, Қазалы. Қазалыда мысалы бар болса да анау ар жақтағы анау Аралға жақын Сол ар жағындағы ауылдарға жетпейді. Бірақ оларда интернет болуы мүмкін. Интернет енді бәрібір де дамымаса азаймайды деп ойлаймын мен. 170 мың оқушы енді бір жылда тапсырады, иә? Жыл сайын көбейіп отыр. Айналып отырады ғой жыл сайын. Сонда орысшадан былай айтқанда сіздердің бір продукт жасап жүргендер жоқ, иә? Жасау неудобно. Бар деп ойлаймын, бірақ өте аз. Біз онда сіздердің деңгейде 200-300 оқушымен жүрген шығар. Рынок ондай үлкен де емес сияқты ғой. Потребность жоқ қазақ тілінде. И просто айтылды на резерв тапсыра салады. Просто көрейінші деп. Типа түсіп кетемін. А так Томскқа уже дайындалып қойған да. Олар даже аттестат болса болды, кете бермей ма даже? Аттестатты қазір безенті береді ғой. Иә, соны алып тұрып кетіп қала салады. Енді ол как оқуға түсу құралы. Күшті, керемет осы. А сіздер образование рынокына кірген кезде не себеп болды вообще? Не үшін кірдіңіздер? Именно сіздер или басында просто жаңағыдай неден бастадыңыздар, мысалы инфобизнес ретінде ОБТ-ға дайындап деген секілді? Жоқ, біз ОБТ-ға дайындық деген артынан қосасыздар ғой сіздер оны? Вообще ойымызда болмаған, біз вообще қарсы болғанбыз негізі ОБТ-ға дайындық. Потому что ОБТ ол біз үшін реанимация. Адам 10 жыл оқымайды да, бір жылда бәрін шешкісі келеді. Просто нарық болғаннан кейін кірдік, соның ақшасын зато реинвестируем. Жаңа Ордагенге, мектепке деген сияқты. Ал не үшін кірдіңіздер бұл рынокқа негізі? Менде Шымкенттің жанында ауылда тұрам. 2018 жылы бір оқиға болды. Ауылға барып тұрған кезде неге түседі, аварияға бір бала. Ол мен папамның досының баласы болып шығады. Ол жаңа Ауди
Ауди көлігімен авария болады. Еще понятно, таксовать етеді, бензинге ақша табу керек. Сол кезде жаңағы баратқан кезде авария болады ғой. Какой-то офлайн центрға, дайындыққа. Аман қалады. Жаңағы адамдар енді қатты авария болмайды, бірақ ол маған сигнал болады да. Мен сұраймын папамнан, жаңағы досым несіне кетіп баратын, барып жағдайын біліп қайтамын больницаға, Ленгерге. Сөйтсек, жаңағы баласы таксовать етіп барып авария болған. Өзі быт-шыт уже сынып кеткен, короче. 3 пассажирда быт-шыт болып кеткен. Қол сынған, аяқ сынған. А так ол, во-первых, ода провода жоқ та, во-первых. А во-вторых, ана машина ескі. А в-третьих, ол амал жоқ деп тұр ғой негізі. Негізі не үшін? Потому что ауылда білім нашар болғандықтан, бала 10 жыл білімге қызығушылығын мұғалімдер арттырмағандықтан, ол оқымағандықтан, түбінде сөйтіп амал жоқ барып оқып, соңғы үміт қой, последняя надежда. На грант, да, дейді. Грантқа түсу керек деп мақсат қойыпсың. А грант ол ары қарай білім алып, жақсы маман болып ақша табу деген сияқты. Сонымен сол сигнал болды. Сода мен айттым, мыналарға 5-ші класстан бастап сабақ беру керек сияқты. Онлайн деп. Басында негізі ОБТ-ға дайындық деген болды. Сосын мен зерттеп келіп, ол дұрыс емес деп ойлады, есептедік. Сосын 5-тен сабақ түсіріп бастадық. Сосын 1-ге ауыстық. Сөйтіп 2018-де басталып кеткен бұл. Карантинге әлі 2 жыл болды. Сосын 2019-да запуск болды. Сосын біз жаңағы франшиза моделімен дамытамыз. Басында тегін бердік қой біз. Адамдар қарамайды да. Кіреді, жаңағы шығып кете салады, жаба салады. Тегін потому что. Сұрасақ, ой аға, ертеңде көреміз, уақыт бар ғой дейді. Сосын біз 100 теңге, 200 теңге қылып көре бастадық. Ол кезде Каспий енді дамып жатқан. Бәрі көре бастады. Қызығып, сұрай бастады, тағы бар ма? Солай бұл бизнес модель болып кетті. Гипотеза сол кезде тексерілді. Бизнес модельге ауысты. Содан бәрін түсіріп дайындап, реклама жіберсек, неден Шиелден звондайды. Мен Қазпочта жақта тұрам, кешкі 6:30-да жұмыстан шығамын. Сол жерде жұмыс істеймін жаңағы. Ақшаңды алып кет, 2000 теңге дейді, біз Алматыдамыз ғой. Ол кішкене сенімсіздік. Пандемияға дейін бізде e-commerce дамымады ондай. Сенбейді, жаңағы кімсің сен, алдап жатсың ба деп. Ода сірені жіберді. Содан біз франшизный модельге ауыстық қой. Франшиза бірақ қазір жоқ. Жоқ, қазір біз оны кейін обратно выкупать еттік, потому что көптеген юридический қателер болған, злоупотреблять етіп кетті. Кейбір сатушылар біздің нені. Контрагент yapған осы кісілерді айттыңыз ғой. Контрагент олар мұғалімдер, олар иллюстраторлар бізге. Звук жазып беретіндер. Бұларды айтуға болады. Сосын біз выкупать еттік 2021-де. Содан бізге, в общем, 3 кризис келді ғой негізі. Бірінші біздің продажамыз осылардан кейін кішкене түсті. Сосын январский оқиға келді, қаңтар. Сосын Путин, соғыс. Осы үшеуі бізге әсер етті. Особенно өткен жылы рассрочка бәрі тоқтап қалған кезде әсер етті ме? Сол қаңтардан кейін. Бізде бұл кезде, видите, бірақ диверсифицированный болды да. Орда кейін продажасы жүріп атты, Эдуцентр жүріп атты. B2G жүріп атты. B2G вообще тоқтамайды ол. Потом уже мама не істей бастады, монетизировать етеді. Бүгін кезет деген бар, айтпадым жаңа. Соның бәрі, в принципе, компанияны асап тұра алады да. Анау бізге как доп доход. Бірақ кейін біз қуып жетіп алдық, за счет чего? За счет того, что біз басқа бізде маленький чек өнімдер көп, Олимпиада, пробный тест деген сияқты. Бізде көп та ондай. Потом жаңа айттым ғой, 1 мен 11-ші класстың сабақтары көп сатылды. Бізде наоборот рассрочкадан басқа не сатуға болады деген мазмұн ашылды. Қазір рассрочканы көп қолданбайсыздар ма? Қолданамыз, бірақ енді қанша пайыз примерно? Наверное, 50% бізде. Рассрочкасы. Әлі бар, значит, өзің үлесі. Жоқ, ол үлесін жоғалтпайды. Ол BNPL дейді ғой. Buy now, pay later деген. Бұл Америкада да дәл сондай, бұл Қытайда да дәл сондай, Европада да дәл сондай. Ол нормальный нәрсе не? Біздегілер просто сондай. Бірақ ол 100% болуы не нормально. Оны BNPL дейді. Buy now, pay later. Бұл 100% болса, значит, сіздің экономикаңыз неустойчивый. Соған байланып тұр да. Еще ол тем более бір банк болса, біздегі атақты банк, тем более неустойчивый да. Бізде қазір сол үшін жаңа басқа банктарды қосып тастады. Басқа бүткіл банктардың несі бар. Қазір бір игроктар пайда болды. Сразу 5-6 банкқа бірдей жібереді. Игроктар пайда болды. Біз істеп отырмыз. Маркетплейс рассрочка болды ғой, қазір сондай істеп қойдылар. Удобно. Вик, сіз Америкада work and travel барған екенсіз. Ол опыт әсер етміз, предпринимательский осы опыт. Өмірге кіруге, соқты тапқан ақшаңыз болсын, көрген заттарыңыз бәрі. Мен негізі ең жақсы көретін нәрсе саяхаттау.
ол бірінші маған Америкаға бірінші барғаным. Ана айтады ғой, қазақта келіннің бетін кім ашады, сол істі деп. Америка менің бетімді ашты да. Ең бірінші шетеліңіз болды ма? Ең бірінші шетелім болды. Қазір мен осы күні 21 шетелде болдым, бір 70 қалада. 21 мемлекетте болдым. Соның біріншісі Америка. Америка нені ашты? Барасың, вообще басқаша. Адамдар өз еркімен. Таңертең 5-те үлкен апалар жүгіріп жатады. То есть контраст бар ол жақта. Үлкен. Жаңа үлкен контраст бар, но дегенмен бәрібір де алпауыт мемлекет ретінде өзін мойындатып тұр. Технология, ғылым, білім жағынан. Понятно, олар бүкіл адамды умный қыламады, бүкіл адамды таза қыламады. Енді адамның ол жаратылысы сондай шығар мүмкін. Бәрінен ол таза болу қызық емес шығар. Бәріне бай болу қызық емес шығар. Ұнады маған. Зерттедім, Стив Джобс зерттедім, Apple'дың фанаты болдым, продуктілерін алдым. Сөйтіп бизнеске ауысып кеттім да мен осы. Қаяқта жұмыс істедіңіз уақытта? Макдональдста. Макдональдс, сосын екінші жұмыс болды, индийский ресторан да не жүрген, ыдыс жуушу. Ыдыс жуу бағандай. Неге саласында аппаратқа. Жауып жібересің уже. Жуады, алып сүртіп қоясың. Ана бүйтіп немен жумайсың. Кинодағыдай емес. Сенде де бірінші шетел тоже Америка болды. Менің бірінші шетел, в общем, лайтовый шетел Қырғызстан болды. Шетелде қойған, біз көрші ауыз. Өзіміз ғой 2 сағаттық жерде. Ал так, үлкен Америка болды. Бірінші келдім, Чикаго. 2015-те бардым. Тоже Оркон-Трейл ма? Оркон-Трейлмен барып. Менде 3 айда 8 жерде жұмыс істедім. Сенесіз ба? Менің жоба оффер басында неден болды ғой, Макдональдстан. И ол жер андай да. Бізді уволить ете алмайтын жер болды, потому что бір Бостоннан бір 70 километр ауылда болды. Ну, қалай айтса болады. Адам жоқ па жерде? Адам жоқ та жерде. Амалсыздан Сөрден басқа бір не тауып алдық, көлдің жанынан бір. Великпен баратынбыз күнде бір 2-3 километр. Индийский ресторан же. Ол жерге бірақ көп адам келетін. Ана жақта таңғы 5-тен 12-ге дейін, жоқ 8 сағат 1-ге дейін, 1-2-пен 1-ге, 1-2-ге дейін. Сосын кішкене 2 сағат демалып ана жақта. Қызық болды негізі, біз не істейміз жақта. Мен бұны сұрағаным әсер етті ма деп, жеке маған тема әсер етіп, барғандардың көбісі, Абыл Юсуфты ол да бар, по-моему, сөйтіп барып, сол да бір кесіп. Хотя ол ортасынан кетіп қалды, ол менікі емес екен деп қиналып ше. Менікі там официант болдым, официанттың көмекшісі болдым. Официант болып $200 табатын сол кезде. Чаевыймен. Мә саған деп қазір. Күніне $200. Иә. Қазір 90 мың теңге ғой, қарап тұрсаң. 2 апта бойы кім болдым? Гольф-клубта кассир болдым. Потом супервайзер болып кеттім. Under Armour'да жұмыс істедім. Гостиницада и дальнобойщик болып жұмыс істедім. Дальнобойщик болып 3 күн жұмыс істедім, рахмет деп кетіп қалдым. Бірақ біздің енді айтсаңшы. Миллион таққың келе ма Америкаға? Күнде 90 мың табасың. Алыстым дегіз кетіп қалатсыз. Бір айда 2,5 миллион, 2,7 миллион табасың. Америкаға негізі Оркон-Трейлмен кімге мүмкіншілік бар, негізі кеңес берем, барып келуге кеңес берем. Бірақ қалмай қойыңыздар, қанша бір таныстар қалды, дәке қалсайшы деп, ана бір таныс подруганы кейін просто Америка жауып қалады осыған, ол кездері олар нелегал болады, и все. 5 жыл ма кетеді, 6 жыл ма кетеді, чтобы гражданство алуға. Анау айтады, румын бір дос бала болды, соқты бірге жұмыс істеген. Дәке қалсай дейді, мен қазір документ дайындап жатырмын. $8,000 төлейсің юристке. Ол саған полный документ істеп береді. Барасына миграционный службаға. Мен геймін деп айтасың дейді. Вот то, что сен гей десең, болды саған убежище береді дейді. Қазақстанда оны қинап жатыр дейді. Немесе там политика, я там бірім қырылыс қалдым, бірінке десің, айтасың. Сөйтіп жүріп, олар жатыр. Қол ұстасып барады екен. Алып қойғанда бірінші этаптар бар, саған вид на жительство береді. Кейіннен сен ол елден шықпауың керексің ба? Короче, темалар көп. Мен тыңдап отырып, не айтасың, жігіттер, ё-моё дедім да. Мен тез кеттім, военный кафедрам күттір мен дедім да, университетке, IT-ға. Барам, зато Аллаға шүкір, қазір компания ашып жатырмыз оқтан, Амазоннан сатып жатырмыз. Уже легально, уже бизнеспен шығып жатырмыз. Лучше осылай айтып. Бір барып келіп, көзбен көріп, Айекең айтқанда, ана Apple-ды көріп, ананы көріп, осы кайф. Apple Store-ды көресің, Manhattan-ды көресің. Вообще, көп разрывты байқайсың. Стив Джобс көп зерттеген жатсыз, Стив Джобсқа оқыңыз ба? Сол кездері, видите, ол не болды ғой. Просто феномен болды, жыртып тұрды, жаңа ол кезде Марк Цукерберг олар ондай емес. Джефф Безос вообще даже төмен деңгейде. Ол кезде да. Ол кезде енді номер 1 меніңше сол болды да. Айлық жағынан білмеймін, бірақ атақ жағынан. Сіз қай жылы бардыңыз? 2012-де бардым. 11 жыл болды. Мен енді бұйыртса биыл тағы да алып, биыл қайталайын деп отырмын. Керемет.
Алдыңыз ба виза? Жоқ, енді тапсырамыз. А, Енді виза, в принципе, қиын болмайды деп ойлаймыз. әрине ол жағынан. Просто көп адамдар қазір алудан қиын болып отыр ғой. 10 адам үшеуі ғана алатын сияқты ма сондай. Но Көрсін. сіз уже бір Бұл барып жерден келгенсіз просто мен андай айтқым келетін тек Америка емес негізі. Любой Адам шетел көп саяхаттау керек. Мысалы Тәжікстан өзінен көп идея алып қайтуға болады негізі. Дұрыстап қарасаң. Тәжікстан Иә, өзі. ол жердің өзінен сауда қалай жасайды, лид-магниттар қалай, бәрін қарап базардан ақ көруге болады. Негізі мен көп бірден баратын жерім музей, бір мемлекетке барсам музей, потом базар, потом площадь. Осы үш жерде рынокты түсінуге болады да. Үш жерде. А бәрі барады да, жаңағы достопримечательностьке барады, қыдырады. Ол жерде туристерді көресің, местный көрмейсің. Сол елдің тыныштығын көре Местный алмайсың. көрмейсің. Сосын старый город дегенді іздеймін сосын. Старый городта обычно олар өздері тұрады. Көрдіңіз бе? Сосын халықпен сөйлесесіз болсын да барып. Енді ағылшынша білсе сөйлесесің, мысалы Тәжікстанда орысша сөйлесесің. Әзербайжан орысша, Грузия орысша. Күшті мемлекеттер, мысалы Әзербайжан тоже күшті мемлекет. Жақсы дамып жатыр ғой, Баку, кәдімгідей. Бүкіл Қазақстаннан көп барады ма Бакуға қазір адамдар. Мен Нар байрамы дегенге бардым. Праздник граната деген болады ноябрьдің басында. 50 ма түрлі гранат бар екен негізі. Осы әлемде. Сол жерде Гөйчай деген жерде прям ұзын қанша бір 2 километр тұрады гранаттардың түрлері. Сондай нәрсеге мен арнайлап барсам күшті да. И сен қонақсың ба, аналар маған бүйтіп шашлык беріп, әрқайсысынан сен бір аналардан алсаң, короче, 50 анар бересің. Шынымен де. Соғықтары тұрады, дәмін көрді. Бір жүріп шығасың, сен тойып қаласың. Қайттан бір жүрсің екінші рет. Ал жерде только местныйлар, туристтер келеді, бірақ обычно соны зерттеп білетіндер ғана келеді. Непопулярный да. Бірақ бүкіл Әзербайжан келеді да. Местный халық жүреді осы жерде. Гөйчай деген қала, кішкентай ғана қала. Вообще базар жоқ, прикольно, қызық. Ой, Айкен, мынандай сұрақ бағана, Америка деп сөйттік. Бізде қазір мынау видеоны тек қана начинающий бизнесмендер емес, может, действующий, тек қана товаркада емес, біздің промотей деп ше. Мүмкін стартаперларды қарау мүмкін. Қандай заттарға назар салу керек бас жағында. Доляны вообще қалай бересің? Оны оценка компания бірінші основательный өзінде болады дейді ғой. Адамнан сұрасаң, қанша қалай оценка беру? Чисто субъективно сенің ойың. Сенің ойың ғана болады дейді, и это неизмеряемо деп айтады да маған. Сен мынандай оценка деп айтасың, осы оценка бойынша там мынанша процент бересің инвесторларға дейді. Жалпы қандай не айтасың? Сіздердің историяда қалай болды? Негізі бұл көбінесе стандартный история. Ең бірінші Мамтадзе айтады, сен қаншаға алды, сен сонша тұрасың дейді. То сколько ровно стоишь столько же, сколько за тебя готовы заплатить? Почти қанша төлеуге дайын, қаншаға. Ол бірінші. Екінші, Crunchbase дейтін сайт бар. Crunchbase. Google'дан тересіз шығады. Тегін регистрация жасайсыз. Бүткіл не тұр. Ангел, серия, пресид, сид, қанша болды, қалай, бүкіл әлем. Сол жерде бүкіл әлем стартаптары бар. Қазақстан өкінішке қарай жоқ. Өзіңдікін бірақ тіркеп қойсаң болады. Бізге сол регистрация жасаудамыз. Жасап ол жерге ол не бір инвестор тартуға бола ма ол жерден? Иә, инвестор тартуға болады. Вдруг сені Қазақстанға еттекке салам деген адам қызық қалуы мүмкін. Ол бір. Екінші LinkedIn. Енді мен международный нені айтадым, стартап айтадым, LinkedIn. Сен бізде Instagram, Facebook'та тек қазақ инвесторлар тартасың. Ал сен әлемдік инвестор тартқың келсе LinkedIn и Crunchbase. Енді қазақ инвесторлар, қазақ местный инвесторлар тартамын десең, өкінішке қарай қазақ инвесторлар венчурный историяны түсінбейді. Яғни ол қарыз деп береді, расписка жаздырып алады. Одан кейін барып бір жылда қайтарып бер дейді. Қайтармасаң неге қайтармай жатсың дейді. Өзін адам қойып қояды. Серіңе араласып кетеді ішіне. Ол мүлдем инвесторский подход емес. Мәдениет дамымаған ғой. Бірақ бізде соны алатын адамдардың да мәдениеті дамымаған. Сөйтіп смарт инвестордан ақша алып жойып жіберетіндер де бар да. Екеуі де дұрыс емес. То есть мына сторонада да қате бар, мына сторонада да қате бар. Сол үшін мен ойымша не істеу керек? Меніңше бірінші предприниматель стартапердің өзі смарт болу керек, өте умный және өте экологичный болу керек. Машина алып қоям, үй алам, үйленіп алам, той істеймін, қарыздарын жабам деген болмау керек. Ол сосын бұл бірінші. Екінші, интернетте не көп, тегін негізі курстар көп, кітаптар көп. Просто Google'дың өзі бір шама жетеді. Қазір ChatGPT шықты. Тағы көмектеседі ол. Дұрыс па? Екі источник бар. Іздеуге болады. Енді компанияның бағалаудың
ең классический әдісі, егер компанияда оборот жоқ болса, онда жаңа сіз айтқандай примерно екеуі келіседі. Будущийға сенеді, қиялдайды, кішкене фантазия етеді и так далее. Сонымен бір бағаға келіседі. Ол бірінші. Екінші, компанияда оборот болса, обычно таза прибыль немесе оборот белгілі бір коэффициентке көбейтіледі. Мультипликатор 2 жыл, 3 жыл, 10 жыл. IT-де қаншаға көбейтіледі средний? Мысалы бізде 5-ке көбейтілді примерно. Оборотқа 5-ке көбейтілді. Мысалы Каспийда чистый прибыль 15-ке көбейтілді ма, сонда 25-ке даже. Көрдіңіз бе? Потому что ол устойчиво істеп келе жатқанына 10 жыл болды дегендей. Каспий 15 миллиардтай тұрады, қателеспесем, последние данные бойынша. Ну енді таза пайда миллиард болады. Ну көбейтіндіз 15-ке 15. Даже миллиардқа сәл жетпейді, но где-то мультипликатор 20, да. Бізде таза пайдамен істесек, мультипликатор, наверное, 10, да. 12, 13, может быть. Но енді Каспийда емес. Значит, тем дольше компания существует, мультипликатор. Тем дольше устойчиво существует. Просто так, тұрмай. Постоянно рост бар. Энтузиазмнан тұрған компания емес. Просто рост бар, чистый прибыль бәрін қарайды ғой. Margin profit деп қарайды. Сол кезде компания негізі стоимость көтеріледі. Негізі бірақ бұны бенчмаркинг дейді. Біз қазір бір рет фиксировать еттік бағаны. Осындағы инвесторды бір фондты тарту арқылы. Қазір біз енді екінші ойымыз әлемдік инвестор тарту. Сол кезде біз уже оны айтамыз. Біз былтыр осындай оценка болған. Уже ниже болмайды да, түсіндіңіз? Потому что одан бері сен бір құлап қалған жоқ платформаң, немесе бір серверің өшіп кеткен жоқ, немесе жаңа өзінен өзі бір нәрсе жоғалып қалған жоқ та, физически все работает как сол сияқты. Значит, келесі оценка минимум сол болады, стартовая точка. Сол үшін бұны бенчмаркинг фиксировать цену деп айтады. Енді үшінші, наверное, кеңесім, негізі инвесторский ақшасы да дамуға болады, IPO-ға шықпауға да болады. Бұл жерде амбицияға байланысты. Опять же, мысалға қараңыз, ең мықты Amazon неде ма? Қазір егесі IPO-да ма? IPO-да. Мысалға кім? Microsoft IPO-да, Google IPO-да. IPO бұл тез және үлкен ақшаларға мүмкіндік. Қателеспесем, Tesla IPO-да, SpaceX IPO-да емес, иә? SpaceX-те кіргізген жатыр. Білмеймін, Tesla нені екеуін де білмеймін, бірақ бұл жерде енді Elon Musk'тың бір 3 проектін жасап шыққандағы қазіргі байлығы деп есептеймін мен. Джефф Безос бір проект жасады ғой. Енді ол адамда шектеу мүлдем жоқ деп соны айтуға болады. Енді ол үшін мүмкін Америкада туылу керек шығар, мүмкін Кейптаунда туылу керек шығар. Бірақ түбінде келгенде қарсымын осы қай жерде адам туылу дегенге ше. Илон Маск Африкада туылған ғой. Ол әсер етеді белгілі бір көлемде. Бірақ әрбір Құдай меніңше талантливый адамдарды әрбір жерге бөліп жіберген. Тек қана Америка қоймаған. Просто Америка как шаң сорғыш кейін сорып алып жатыр да таланттарды. Негізі Алматыда да, Таразда да талантливый адамдар күн сайын туылып жатыр, көбейіп жатыр. По идее, полезный ақпарат болды өте. Бағана кранч нені сөйлеспеңіздер ма? Мысалы, инвестормен келсеңіздер, кэш-аутта. Или ол бойынша да келісім? Мен просто NDA бойынша айта алмаймын. Негізі бізде кэш-аут та бар, кэш-ин да бар. И уже, конечно, долгосрок планда құрып, қашанда олар кэш-аутқа көп қызықпау керек. Қараңыз, кэш-аут ол компанияның бүгінгіне емес, қазіргі ақша қызық тұрған адамда. Негізі адам 5-10 жыл, 20 жыл пландау керек деп есептеймін. Ну, опять же, кімде амбиция қандай? Просто Алматыдан 3 комнаталы үй, Toyota Camry, там балаларың жақсы садикке, мектепке барады десең, зачем 10 жылға қиналып ойланып? Ол күнделікті істей бер, іздейсіз сейчас дейді. Әлем бағындырғың келе ма, миллиардер болғың келе ма, онда 20 жылға ойлан. Неизбежно. Зерттейін, ойлан. Кімді Додо пиццаны айтты ғой, Федор Овчинников. Үйің бар ма десе, мен бывший әйелімде бар деп айтты. Машинасы ештеңе жоқ. 8 самокаты бар, электро. Сноубордтарым бар дейді. Абсолютно вообще актив недвижимостьтер. Ғаламдардан көресіздер ма сіздер бір рестораннан? Абсолютно. Албатта жоқ сияқты личный брендинг көресіздер ма? Ноль ғой. Бір бар Инстаграм ашып тұр жақында. Ештеңе жүргізбей. Каспийге ғана подписан еткен. Көрдіңіздер ма? Бұл шектеу біздегі да. Жаңағы машина, үй, там личный брендинг. Мен өзім ондай қатты табит етпеймін личный брендингқа. Потому что Яндекс Таксиді бәріңіз қолданасыздар, білмейсіздер де даже кім директор. Біз сондай продукт жасағымыз келеді. Ол мүмкін тез вариант көтерілудің.
бірақ ол мгновенно өшіп те қалуы мүмкін вариант та, бір адамға байланып қалған соң зависимо болып қалады. адамға байланысты болып қалады да. Дәл өзі бұны келісемін осымен. Позиционирование рынокта именно осы деп айтады. Мынандай сұрақ қойып, алдында көп гостьтердің осы сұрақты қойып жүрмін да, қызық. Сізге бір екі проект ұсынады, бір проект условно жұмыс істемей 1 миллион теңге алып отырасыз айына. Екінші проектте жұмыс істеп, бақыт етіп 3 миллион теңге алып отырасыз. Қайсысын таңдар едіңіз? Бұл жер цифра енді разный, бірақ пропорциясы бірдей. Мен сізге айтайын, мен даже бір күнде бір 2-3 сағат қолым босаса, өзімді жаңа не істеп кетемін, қинап кетемін. Даже бізде офиста Илон Маск атында кабинет бар. То есть біз трудоголизмге, еңбекқорлыққа баулимыз және не істейміз, идеология итермелейміз. То есть маған екінші вариант ұнайды да. Неге десеңіз, бәрібірде әрекетте берекет бар. Әрбірде еңбекте жеңіс бар. Бұл жаңағы мен айтқан басындағы мүмкіндіктерге әрдайым жақындататын дайындық. Мен просто так отырсаң 1 миллион ол, білмеймін, мен ондай биомусор болғым келмейді. Іштім, жедім, туалетке барып ондай болғым келмейді. Мен бір полезный, ценность болғым келеді. Және біз тағы бір қасиетіміз, Қазақстанда жоқ нәрселерді істегенбіз ғой, біз рисковать етіп. Дарын онлайн деген ол қазір көбейіп кетті, ондай жоқ еді. Ордаген деген приложение қарсаңыз, мультик, ертек, ойын бар, бір жерде ондай жоқ. Мама ол әлемде бар, Қазақстанда жоқ. Сондай да. Біз мынауында всегда новый нәрсені тестировать етіп енгізіп жатырмыз да. Қорытындылайтын бір сұрақ болсын. Мен маған всегда адамдардан қай жерден информация алатыны қызық, маған источник информация ше. Мысалы, әркім әртүрлі жерде оқуы мүмкін. Біреу там сайттарда оқиды, біреу телеграмда бір каналы бар, всегда қарап отырады, бүкіл информацияны жақтан алуы мүмкін. Біреу ютубты қарауы мүмкін. Вот сізде инфо алатын жерлер қандай, бөлісе алатын или бөлісуге бола ма? Мен айттым ғой, думающий, читающий деп. Негізі бірінші мен оқимын, сосын соны ойланамын да. Ең бірінші информацияларды мен негізі краткосрочный Google-дағы поисктан аламын. Бірақ оны үздіксіз күнде аз-аздан қараймын. Мысалға Google деп қараймын, новостиға басам. Күнде Google-дың мысалға бір 5-ақ минутым кетеді, 10 новостиін қарап шығамын. Обычно бір новости қайталанады көп сайттарда. Ол бір, екінші мысалы, екінші бенчмаркинг Netflix-ті қараймын. Үшінші Apple-ды қараймын да. Сосын айына бір рет үлкен сервистарда осы компаниялар туралы документальный фильмдер шықпады ма қараймын, как социальный. Осы тема бір мысалы. Екінші кітаптар. Меломанға барасың, Альпинаны қарайсың, сайттар новый кітаптарды көресің, аласың. Бірақ біздегі холдингте әрбір четверг ағылшын күні шетелге шығуға дайындық. Біз қазір ағылшынша көп қарап отырмыз. Кітаптар, источниктар. Негізі сіздерге айтамын, қазақша бір кітап болса, орысша 10 кітап, ағылшынша 100 кітап. Негізі ағылшын тілінен қараған намного прямой және оптимальный жол. Көбірек ақпарат және тікелей аласың да ше. Оригинал. Первый источник. Бірінші көз сол жақта да ақпаратын. Орыстар алады, цензура бар ішінде. Сосын барып, белгілі бір сайттар бар, мысалы Bloomberg, Crunchbase, сосын барып TechCrunch, eDaily, мысалға BBC-ді қарап отырамын меніңді. BBC просто макро-микро политический нәрселер. Өзімнің білім саласына әсері бар ау деген. Соны қарап отырамын. Былай, мен Инстаграмда негізі күнде 30 минут қана отыруға тырысамын. Мен ана не қойғам, ограничение. Потому что мен личный брендинг жүргізбеймін ғой. Өзім күнде 1-2 сторис басалам болды. Адамдарға кіріп, лайк басып отырмай. И 30 минут тайм бар. Қазір менде 38-50 минуттың арасында жүрген. Так көп отырмаймын. Фейсбукта вообще көп отырмаймын. Көбінесе WhatsAppта отырамын. И жаңа біз айтқан инструменттерді пайдаланамын компанияны басқаруға. Күнделікті 1-2 сағат ақпараттарды апдейт етіп отырамын жаңағы айтқан методтармен. Американский сайттар, Crunchbase, сосын Google, и сосын кітаптар. Сосын бізде жаңағы озу көбейіп кетті адамдарда, hard disk жоқ болып кетті. Озу көп болып кетті. Мгновенный память дейді ғой, оперативный. Қазір уатта вау дейді да, кейін жоқ болып. Мен ойымша ол бізге айран ішу керек, қымыз ішу керек, ағарған hard diskті дамыту. SSD болып кету үшін. Hard disk дамыту керек. Ол негізі жақсы емес. Ойында жақсы да біздің. Клиповое мышление дейді, TikTok бәрін көресің сол ғой. Уже көп затқа концентрация. Мен ограничить етіп тастағанмын өзімді, онымен мусор деп есептеймін, әртүрлі мусорлардан. Не келмейді не қылып па? Сообщение ішіне келмейді. Маған өдеміне келмейді, айтпақшы, неге Инстаграмға алып тастағанмын.
тикток алып тастадым. LinkedIn'де кішкене көбірек отыруға тырысамын, ол жақта вот қызық маған. LinkedIn'да тема зат по идее. Китайдың қанша Арабтар, поставщигі қытайлар таптым. көп достасып алғам. Жазу, оның перевод деген бар, сонымен қытайшадан аудара аласың. Өте керемет, иә. Күшті. Супер. Рахмет көп аға. Жігіттер, сіздерге де рахмет, сәттілік тілеймін. Рахмет. Жұмыстарыңызға. Технологиялық эдтех проекттердің дамыған қолдаймын. Енді инфобиз жақсы ол да, бірақ бізде өтпелі кезеңде жақсы болып тұрған шығар. Негізі эдтех проекттердің болашағы зор деп ойлаймын. Бір ценности бар. Тек қана бір инфо емес, бір технологический ценности бар. Сол сіздердің жаңағы проектті көріп қуанып қалдым. Өздеріңіз аттарыңызға сай мифологияға білімді көтере беріңіздер. Бізден тек қана алып сатарлар емес, болашақта өндірушілер, сол Қытайдағы заводтың егесі болатын қазақтар пайда болсын. Сондай миссия болса, вообще күшті болады деп ойлаймын. Керемет. Жігіттер, рахмет. Сәттілік. Достар, рахмет барлықтарыңызға. Осымен соңына жетті бүгінгі подкастымыз. Ұнады деп ойлаймыз. Осы жерге дейін көрген адамдар болса, лайк басып, міндетті түрде каналға жазылып қойыңыздар. Осы сөзді айту біздің әдет, айтуымыз керек. Себебі қазір көретін адамдардың шамамен 80% каналға жазылмаған. Сол үшін давайте каналға жазылып қойыңыздар. Бұл бізге бір жаңа мотивация береді. Тегін ғой, Тегін, конечно. Тегін, Эпикалық сияқты емес пока. зато қандай информациялар ценный. Тегін. Рахмет көп.